Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарман. Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Тұлға болып бойында кәсіпкерге қажетті мінезді қалыптастырамын десеңіз, өзіңізді, өміріңізді өзгертіңіз. Табыста сәтсіздік пен қуанышта барлығы сіздің ішкі сенімдеріңіз бен өз ойыңызға байланысты. Ішкі сенімдер жүйесін қалыптастырып, негативті позитивке айналдыра біліңіз. Кәсібіңіз бен өзіңізді дамытуды көздесеңіз, арнайы бизнес тренингтер мен семинар сабақтарға қатысыңыз. Дұрыс ойлап, тек жақсы нәтижені көздеп әрекет етіңіз. Мақсаттары мен арманы бар адам ешқашан берілмейді. Дем шығарып, дем алып, 72 сағаттық феномендік шарттарды алға тартып, әрекет етуге бейімделіңіз. Тәртіптің адамы болыңыз. Өзгеден талап еткен жауапкершілік ең бірінші өз бойыңызда қалыптассын. Мақсатыңыз болса, өзіңізбен күрес жүргізіп, өзгелермен жарысып, көшіңіздің алды болыңыз. Дәл қазір қолыңызға қалам, блокнот алып, жоспарыңызды жазып, іске кірісіңіз. Білім жолына құйған қаражатыңыз ең дұрыс шешім. Әрдайым өзіңізді дамытудан, жаңа ізденіске талпынудан жалықпаңыз. Энергия мол табыстың кепілі. Күш-қуат барда тыным таппай, жалқаулықтан іске көшіп, өзіңізден есеп алып, өмірге деген көзқарасыңызды өзгертетін болсаңыз, өсесіз. Сіз өзгеруіңіз үшін тәртіп пен талап керек. Сол үшін де шәкіртсіз ұстаз тұл дейді, ал ұстаздың да шәкіртсіз күні қаран. Бағыт-бағдар беріп, дұрыс жол нұсқайтын адам іздеп табыңыз. Арманға жетпей жатып берілмеңіз. Әр сәтіңізді, уақытыңызды бағалай біліңіз. Жиі, бірақ дұрыс тәуекелге баруды өз әдетіңізге айналдырыңыз. Өмірде үлкен сынақ болса, ол тәуекел. Сіздің әрбір басқан қадамыңыз бен жеткен жетістігіңіз өмірлік қуанышыңызға айналуы мүмкін. Сондықтан қорықпай, шешінген судан тайынбас деп жаңа іске тәуекел жасаңыз. Сізге ұнайтын бизнес немесе сала таңдау. Жаныңызға жақын істі таңдаңыз. Өмір бойы демалып, жақсы өмір сүруді қаласаңыз, қолыңыздан келетін сүйікті ісіңізді кәсіпке айналдырыңыз. Бойыңыздағы қабілетті шыңдаңыз, өз мүмкіндіктеріңізге жол ашыңыз. Сізге жаңа идея сыйлайтын семинар, тренингтерге үнемі қатысып тұрыңыз. Өйткені білімсіз басталған бизнес берекесіз болады. Заман ағымына сай әрекет етіңіз. Кәсібіңізді бүгінгі өмірге лайықты жасаңыз. Тексерілген нарықта бар бизнес түрін бастаңыз. Кәсібіңіз мерзім мен уақытқа бағынбайтын болсын. Мерзімі өтпейтін, сұранысқа ие, үнемі қажеттілікке жарайтын кәсіпті таңдаңыз. Тауар мен қызметтің бағасын ойланып қойыңыз. Ол халыққа қолайлы, қолжетімді болуын ескеріңіз. Проблеманы бизнеске айналдыруды үйреніңіз. Сіздің кәсібіңіз үлкен проблеманы шешуі мүмкін. Аз істен бастап көпке көшіңіз. Кішігірім қадамдар үлкен жетістікке жеткізеді.